Жасайтын тағамыз Қытай тағамы дапанжи. Ол үшін бізге бір тауық қажет болады. Осындай базарда сатылады дапанжидің приправасы. Мен үй жағдайында дайындалатын болғандықтан сіздерге ыңғайлы вариантын көрсетіп жатырмын. Пияз, чеснок, көк пияздың басы, тағы да қант керек болады. Қазір біз бірінші майдың светін қызарту үшін, тауығымыз қызару үшін қант саламыз, және де оны қуырып аламыз. Майымызға қатты қызбау керек, орташа. Осылай қантты саламыз, араластырамыз. Көріп жатсаңдар, май уже қызарып жатыр. Осылай қантты қуырып алдыңдар ғой, мінекей. Міне. Тауықты саламыз. Тауығымызды жақсылап суы кеткенше қуырып аламыз. Енді пиязымызды, чеснок, бізге неге жетеді тауыққа, сол үшін жартысын холодильникте сақтап қоюға болады, қыздар. Егер де қатты ащы болсын десеңіз, бұрышынан көп қосасыз. Жоқ, бізге ащысы көп керек емессе, қалдырамыз. Кішкене томат қосып жібереміз. Осылай қуыру барысында бәрін қосамыз, тұзды қосамыз, және де жақсылап араластырып қуырып аламыз. Егер де сіздер дапанжиға картошка қосқыларыңыз келсе, қуырған кезде қуырып болып бір 5 минут крышкасын жауып басып қоямыз да, картошкасымен қосып бірге қуырып, пісіріп алсаңыздар болады. Біз қазір бұған күріштен гарнир жасаймыз, сол үшін картошка қоспаймыз. Негізінде қыздар қосқыңыз келсе, өздеріңіздің қалауыңызға қарай қосуға болады. Енді тауығымыздың еті піскенше крышкасын жауып пісіріп аламыз. Кішкене ғана 200 мл су қосамыз. Дапанжиіміз пісіп дайын болып қалды. Дапанжидің табаққа салғанда әдемі болу үшін, дәмді болу үшін осындай пісуге шамаласып қалған кезде мен осындай керестерді саламын. 5-10 минутта дайын болады. Дапанжиіміз пісті. Қазір әдемілеп, ортасына күріш пісіріп қойдық.